Ассалаумағалейкум баршаңызға, күндеріңіз сәтті өтсін. Осыдан аз уақыт бұрын қазақша контент, баяннан қазақша сабақтар түсіріп бастаған едім. Сол сабағымды енді жалғастырмақшымын. Қолдап жатқан жандарға көп рахмет, алғысым шексіз. Енді сіздердің сұрауларыңыз бойынша аягөз қайда барасың, тағы да біршама қиын ойнауға қиын әндерді сұраған екенсіздер. Енді бұл алғашқы сабақтар болғаннан кейін ондай қиын әндерді емес, жеңіл әнмен жалғастырсақ деген ниеттемін. Ендеше көп ұзатпай сабағымызды бастайық. Сіздермен бірге қыран әлем. Енді кезекте сіздермен бірге қазақтың халық әні Дударай деген тамаша әнді үйренетін боламыз. Ендеше бастаймыз. Айтпақшы, видео ұнап жатса лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер, ә? Енді Дударайды ойнағанда бізде екі нұсқа бар. Сіздерге жеңіл жолын көрсетейін. Біреуі мынандай. Осындай нұсқа. Екіншісі мынау. Бұл сіздерге жеңіл болады. Сіздерге осы нұсқамен көрсетемін. Айтпақшы, тағы бір ескере кететін жайт, тональность дейді бізде. Тональдігі бізде до мажор, до нотасынан бастап ойнаймыз. Сол жағында да до нотасымен, оң жағында да до нотасымен бастап ойналады. Және де өлшемі 2-де 4, 1-ге 2-ге, 1-ге 2-ге деп санап ойнайсыздар. Сол кезде жеңіл болады. Ендеше оң қолдықын көрсетіп берейін. До нотасынан бастаймыз. Бір саусақпен көрсетейін, одан кейін саусақ қойылымын көрсетіп беремін. Енді саусақ қойылымы. Бірінші саусақ гам ойнаған сияқты ойнаймыз. Бірінші саусақ, үшінші саусақ. Негізгі осы үш саусақпен ойналады.
екінші жағын қосып көрсетейін. 1-ге 2-ге 1-ге 2 деп санайсыздар. Мысалға 1-ге 2-ге 1-ге 2-ге 1-ге 2-ге 1-ге 2-ге 1-ге 2-ге деп осылай санайсыздар. Мына жағынан 1-ге 2-ге 1-ге 2-ге 1-ге 2-ге 1-ге 2-ге 1-ге 2-ге дәл осылай екі жағын қосқанда да 1-ге санайсыздар. Енді мұқият қараңыздар. Бас жағында басовый кілтте бізде до мажор, одан кейін фа мажор, одан кейін соль мажор. Осы 3 аккорд қана. Енді қараңыздар. 1-ге 2-ге 1-ге 2-ге 1-ге 2-ге 1-ге 2-ге 1-ге 2-ге Сіздерге жеңіл болуы үшін ақырын ойнап екі жағын бірге көрсетіп берейін, соңғысы. Ал сіздер үшін одан әрі дударайды сәндеймін, сәндеп ойнаймын, әдемірек ойнаймын десеңіздер бір лайфхак көрсетейін. Ал құрметті оқырмандар, құрметті өнерсүйер қауым, баршаларыңызға осы білім пайдалы білім болсын деймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.